Шығармада қандай салт дәстүрлер, рәсімдер сипатталады? Ең бірінші ол бата беруді айтқым келіп отыр. Академикке, жасқа немесе елге сыйлы адамдарға жол жора айтқанда үлкендердің бата беру дәстүрі осы жиі кездеседі. Бұл қазақтың ең көне салты. Шығармада оның тәрбиелік мағынасы ерекше сезілген деп айтсам болады. Және ас беру, қонақ күту дәстүрі. Шығармада түрлі басқосулар, дастархан басы, үлкенді құрметтеу, қонаққа арнайы ас әзірлеу сияқты көріністер бар. Осы Шаяхметов келген кезде де Мәскеуге келеді, және солның біз сіздің ғылым академиясынан кетер кездегі өзіңіздің жалаңызды алып тастаймыз дегендей, сол келген кезде жаңағы соған ас беріп, және тағы бір беделді азамат келген кезде соған ас беріп, Таисия Алексеевна өзінің екінші жарын айтады. Тоңазытқыш шыңда не бар, соның бәрін шығар. Бұл жаңалықта атап өтпеске болмас деген секілді айтқан болатын. Және жерлеу және жоқтау дәстүрлері де кездеседі. Оны шығармада қайғы қасіретке байланысты осы эпизодтарда жоқтау айту, марқұмның басына бару, туған туыстың жиналуы сияқты қазақтың дәстүрлі жерлеу рәсімдері бейнеленеді. Оны біз қай жерден байқаймыз? Қаныш Сәтпаев ауылына барады. Сол ауылына барған кезде әке-шешесінің басына барған болатын. Әке-шешесінің басына сол отқан кезде оны топырағын қопсытып жылаған, елінің ауыр жағдайды сол кезде есіне түскен. Және сосын шығарманың соңында барлығы бір біткендей көрінген кезде өзінің рак ауруына шалдыққанын естиді, біледі Қаныш Сәтпаев ол кезде. Сосын өзінің өмірі алыс емес екенін сезеді де ауылына барып, сол бір әке-шешесінің басында қарапайым ағаш болған ол кезде. Сол қарапайым ағаштың орнына тастан, әдемі болат тастан бір құлпытас қоюға шешеді, және құлпытасты қояды сол әке-шешесінің басына. Және сол қойып болғаннан кейін енді ешқандай уайымсыз өмірден өте беруге, өлуге бола береді деген секілді бір сөздері де бар. Бірақ сол кезде ойланып жатады да, осы жерден әке-шешемнің қасына маған да бір орын бөлінсін, былайша кезде орын бұйырса екен дегендей армандап жатады. Бірақ өзінің өмірі тірісінде Қаныш Сәтпаевпен білгенін істеген кеңес өкіметін ойлайды да, менің тірімде менің айтқанымды істемеген адамдар менің өлгенімде менің айтқанымды істейді деп ойламаймын деп өз-өзін қынжылып бір өз-өзімен сөйлескен кезі де осы шығармада суреттеледі. Осы шығарманы оқып шыққаннан соң сіз өзіңіз үшін танымдық тұрғыдан қандай жаңалық аштыңыз деген сұраққа, Қабдеш Жұмаділовтің бұл шығармасын оқығаннан кейін жалпы ең алдымен қазақ зиялыларының тағдыры қаншалықты ауыр болғанын түсінген болатынмын. Бұған дейін мен олардың еңбектері мен атақтарын ғана білетін болсам, осы шығарма арқылы олардың артында қанша күрес, қиындық, көз жасы тұрғанын жаңаша бір бағытта ұққандаймын. Академиктің бейнесі арқылы оқығаным, үлкен атаққа ие адамның сырттай бәрі жақсы көрінгенімен, оның жүрегінде терең жара, өткен күннің ауыр ізі жататыны. Шығарма жеке адамның өмірі арқылы тұтас дәуірдің трагедиясын көрсетеді. Бұрын тарихты жалпы деректер арқылы қабылдасам, енді оны адамның жан дүниесімен байланыста мен көре бастағанымды жасыру мүмкін емес. Өзіңізге ұнаған сюжеттерден 2-3 үзіндіні мәнерлеп оқып беріңізді. Мен бұл бөлімде ойланбастан ең бірінші айтатын ол үзіндім, ол Қаныш Сәтпаевтың өзінің әпкесі Ғазизаның 2 баласын аман алып қалуы. Неге бұны мен айтқым келеді? Себебі Қаныш Сәтпаев ауылына қайтар кезде жаңағы ауылының халі мүшкіл екенін сезеді, халінің барлығы ашаршылықтан қырылып жатқанын, ашаршылықтан бұларға да зиянын тигізіп жатқанын сезеді де,
ауылына барып, және әке-шешесінің басына да соғады, әке-шесінің басын қопсытып құран оқып қайтады, және ауылындағы 15-20 баланы, жас балаларды өзімен бірге Жезқазғанға алып кетпекші болады. Солай Жолшыбай жаңағы әпкесінің ауылына Жолшыбай соға салуды шешеді. Әпкесін де көрмегелі біраз уақыт болған. Ал оның әпкесі өз кезегінде Ғазиза сол ауылға барған кезде Қаныш Сәтпаев оның 3 күн алдын жалпы іш ауруынан қайтыс болған себеп. Неге іш ауру? Өйткені ол ашаршылық кезінде өзінің сол 2 баласы болған, Ғазиза әпкесінің сол кезде барлық тапқан таянғанын сол 2 баласына беріп, 2 балам аман қалсын деген ниетпен сол 2 баласын асырап өсірген, ал өзі сол қайтыс болған болатын. Бұны естіген Қаныш Сәтпаев оны одан сайын көзінен жас паралап ағады, өзін қоярға жер таппайды, былайша айтқан кезде, және сол 2 баласын алып келуін өтінеді. Шопыр балаға айтады, және Тәрмізіға. Ол өз кезеңде Тәрмізі ол бір көліктегі тамақты қызғанғаны ма, немесе сол бір ашаршылық заманның қиыншылығы деп те білем, бірақ алмай қойық, ол 2 баланы тастап келсе, өзіміздің жағдайымыз мынау мүшкіл, ауыр, ол 2 бала онсыз да басымызға тағы да жүк болады, арқамызға жүк болады дегендей. Ал оған Қаныш Сәтпаевтың жауабы былай болады: менің әпкем Ғазизаны менің әке-шешем соншама ұзақ уақыт күткен болатын. Ал сен болсаң, соны жоққа шығарып, осы 2 баланы маған тастап кет дейсің бе? Мен бұл осылай оған ауыр сөздер айтады. Ол 2 баланың бауырындай көріп, оны 2 баланың қандай өзіне жақын екенін, қандай өзіне қымбат екенін сездіреді, және сол 2 баланы өзімен бірге алып кетеді, және оларды өсіреді, жетілдіреді. Ал соның жақсы жағы, оның бір баласы қазіргі бәрімізге белгілі 1900 осы алтын адам табылады ғой, сол алтын адамды тапқан Кемел Ақышев осы Қаныш Сәтпаевтың Ғазиза әпкесінің бір баласы. Ойлаңыз, қалай енді бұл ситуация, бұл жердегі өте бір ондай ойлаған кезде бір қуанып қалатындай. Сол кезде міне Қаныш Сәтпаев дұрыс істейді, бір іштей бір қуаныш сезімі осы кезде туындайды бізде, және сол Қаныш Сәтпаевтың аман алып қалғаны, бауыр етінің қымбат екенін осы кезде байқасақ болады. Және тағы бір үзінді айтып өткім келіп отыр. Ол осы 15-20 бала шағаны алып келеді ғой, ал ол сол кезде Таисия Алексеевна оның бетіне бір сөйлеп көрмеген, оған бір ауыр ештеңе айтпаған, бірақ осы Қаныш Сәтпаев жаңағы 15-20 баланы алып келген кезде оған қарсы сөйлейді: сен неге бұларды алып келдің? Біз өзіміз әрең өмір сүріп отқанда, бір нан тауып отырғанда, өзіміз бұл балаға енді бұл балаларды қалай асыраймыз, қалай жетілдіреміз деген секілді айтады. Қаныш Сәтпаев сол кезде оған: жоқ, ешқандай уайымдама, бұл балаларды мен асыраймын, бұл балалар да менің бауырым деген секілді оған жауап қайтарған болатын. Ал сол кезеңде Таисия Алексеевнаның анасы келердегі оған сөйлейді: сен ешқандай артық сөзсіз осы балаларды киіндір, шешіндір, моншаны жақ, олардың шаштарын ал, тырнақтарын ал, оларды адам ретке келтір. Ал сен болса, Қаныш, базарға барып, үстіне киім тігетін маталарды алып кел, мен қазір бұл балалардың барлығына киім тігіп беремін деп, бір ерлікпен сол кезеңде балаларға қамқорлығын ешқандай саспастан, ешқандай қорықпастан 15-20 баланы асырау деген оның өзі бір үлкен бір жүк қой, былайша айтқан кезде. Ал ешқандай қорықпай, ешқандай уайымдамай, сол жауапкершілікті өзінің бойына алған жаңағы Таисия Алексеевнаның анасының да пайдасы бар деп ойлаймын. Ал сол 1-2 аптадан кейін балалардың барлығын жаңағы балалар үйіне асырайтын, балаларға қамқор болатын орталыққа өткізеді. Сол жерде балалардың барлығы жетілген болатын. Және
тағы бір үзінді осы Қаныш Сәтбаевтың Мәскеуге осы ғылым академиясы президенттігінен алып тастаған кезде Мәскеуге кетер алдын өксіп жылауы бұл маған өте қатты әсер етті. Неге? Себебі ол Қаныш Сәтбаев қаншама еңбек етті, қаншама былайша айтқан кезде сен қандай ситуацияда боласың, сен қандай сезімде боласың, егер сені біреулер пайдаланып алады дағыны, ал өздеріне уже керек емес кезде сені былай түк болмағандай, сенің орның түк еместей сені былай ысыра салғаны қандай сезімде болады, және еліңнің сені сыртқа тебетіні қандай сезімде болады. Соны қаншама еңбек етеді, қазақ халқына жезқазғанды ашып береді. Тек қана жезқазған емес, сол жердегі еңбек сіңірген өте бір көп еңбек сіңірген адамдардың бірі болады. Бірақ кеңес өкіметі осылай оны ғылым академиясы президенттігінен былай шетке қалып былай ала салады ғой. Ал оның Қаныш Сәтбаевтың сол кездегі өксік жылауы, іштегі бір қалып кеткен сезімі сыртқа қарай жас арқылы шығады ғой. Өксіп жылайды, поралап жылайды, бірақ амал жоқ, Мәскеуге кетуге сол кезде бәрібір мәжбүр болады.